Қазақстан арнасы жаңа маусымда мәдениетіміз бен тарихымызды ұштастырып, қазақша оқулық жазатын, ғылыммен айналысатын ғалымдар қажет пе? Қажет. Әйтпесе ертеңге не қалдырамыз? қазақ музыкасына. Ахмет Қуанович, алдағы жоспарларың қандай? Аспаптардың керек-ау дегенін жаңартып жатырмыз. Сіздің ансамбліңізді халық аспаптар оркестріне айналдыру керек. Қазақ театрына. Республикамыздың жаңа астанасы Қызылордада кәсіби қазақ театры ашылмақ. Сүйінші, Таң журналы менің тұңғыш пьесамды жариялапты. Авторы Жұмат Жанин. Өлшеусіз еңбек сіңірген тұлғаларды дәріптеп. Абай институтта оқымай-ақ, абай болды емес пе? Өзіңізді абаймен бір қатарға қоямын деңіз. Классик жазушыларымыздың шығармаларын жаңа заманға сай жандандырып. Ай бәрін біледі. Ол менің ұлымның тірі екенін де біледі. Неғылған үйірме? Спорттық деймін, спортпен шұғылданып чемпион боласыңдар. Есімі тарихта қалған қазақ қыздарының аяулы бейнелерін көрермен көңіліне ұялатқан. 1897 жылы Санкт-Петерборда алғашқы қыздарға арналған медициналық институт ашылды. Гүлсім Асфендиярова, Аққағаз Досжановалар елі үшін дәрігер болуға бекінген еді. Сериалдар мен деректі фильмдерін ұсынады. Бұл біздің Қазақстан.